Selam aleyküm efirde netice programmасы бүгін Қырмыжғалынан 1335 күні студияда сіздерді мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Госкомнатсының яңы рейсі тайынленді. Ишғал етілген Қырымның милетлері мұнасебетлері комитетінің ел башысы Ленур Абдураманов олды. Бұндан велі кефенің Ишғал желер мемориетінде милетлері мұнасебетінде чалышайды. Оғырашайды. Октябрінің 16-сында комитетінің сабық ел башысы Заур Смирнов истифаға шықты. Қырымнан ишғалжілер елбашысы Сергей Аксенов оның ішіні файдасыз деп ариза язмаға мечбур еткен еді. Яңы тайынленген Ленур Абдураманов Заур Смирнов қабыл еткен қарарларына тешкірежек екен. Түркия Киевде Джамеви Қырымдан вақтынша көчіп келгенлер үшін евлер құрajақ. Бұны Мустафа Джемилев білдірді. Қырым татарларының лидері дейке бұақта о Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоған әлі аңлашты. Джума Джамеви бин дайрелік бірқач хев үшін топырақ дамартысы тапылды. 3 гектар топырақ Киевнің Печерск районында берілежек. Құрылжылық ішлер 2018 сенесі башлайжақтыр. Мескен құрылышына 70-80 миллион доллар масраф етілмесі планлаштырыла. Джами құрылышы үшін Түркияның Дианет Назирлігі 10-15 миллион доллар айырмаға ишандырған. Русиялер ишғал территориясына кеңлештірежек. Ола ишғалжілер Севашқа көз ташлаған. Бұны Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжісі Борис Бабин білдірді. Мемор айтқанына көре Русия сыңыр гемісі Севашта бұлынған Украин балықчыларыны тұтып, қанунсыз балық тұта деп жезалаған. До берегу підійшли два катери Програнслужби ФСБ РФ, вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК, саме в село Мисове, разом з засобами лову і з рибою. Після цього росіяни зрозуміли, що за з'їдену рибу із поплюженої сітки слід буде відповідати, мабуть. І вони викатали фейкову заяву про те, що вони нібито борються з браконьєрством в Севашу і розмістили це в російських засобах масової інформації. Қырымда бір-бір артындан ФСБ хадимлері рус арбилері үшін евлер құралар шымды ишғалжілер Ақияр Яңынқапове Жанкойда чоқатлы евлер құрды. Кереш Ахмеджит Ялтаве Ақиярда мескен құрылмақта да 12 бин дайре құрмаға ишайындыралар. Эксперттер қайд еткеніне көре ФСБ хадимлеріні ерлі сакинлерінен незарет етмек үшін арттыралар. Учил девамында Ярмадада Русия силалы құбетлері хадимлерінің сайысы 60 бинге қадар артқан. Оларының сайысыны да екі кереге арттыра білелер. Мы дома поставили таким образом, чтобы для сотрудников было комфортно, чтобы они все время служебное отдавали службе. Первоочередное, конечно, как правило, это мобилизационная готовность для каких-то активных действий, например, объявление тревоги. И с другой стороны, они же тут находятся и как фактор контроля этого региона, вот, и психологический, не только оперативный. Это два основных направления, которые именно создают иллюзию контроля всей территории Крыма. Ишғалшілер махкемесі Украин диверсантлары давасында яқаланған Евгений Пановны апсте қалдырды. Кеченлер Ахмеджит махкемесі оны декабрінің 9-на қадар апсте тұтмақ қарарыны шығарған еді. Адвокат енді Европа инсан ақлары махкемесіне шикает азырлай. Кечкен сене ФСБ хадимлері Украин диверсантларыны яқалады деп хабер тарқатқан еді. Ишғалшілер Евгений Панов и Андрей Захтейны Ярмадада теракт азырлағанында шеклей. Сенцовқа азатлық Украин режиссеріні Русия апсханесінден азат етмеге талабы еле язылы шияр Нью-Йоркта açıldı. Акцияны Пусирайт тақамының иштиракчысы Мария Алехина тешкілетті. О видео ве фоторесімні Фейсбукта дерчетті. Алехинаның айтқанына көре, оңа Олег Сенцовны білген Америка фааллері ярдым еткен. Олар Путиннің Қырымға келгеніне қуанған еді. Шымды есе Кремль режимі оларына евлерінден қуа. Русия Мудафан әзірлігі семейізде яшыған 4 қорантаны евлеріні терк етмеге мечбур еті. Дегер мескен есе теклif етілмей. Бұл ерде құрыжылық башлай жақ екен. Тәпсілетлі жамық бірміз Эльвина Сейдбулаева тариф еті. Люди живут 40-50 лет, тут уже 3 поколения сменилось. Дети маленькие, грудные.
Бу видеоны Крым сәкенлерінің бірі дерчеті азбардая жыған 4 хорантадан учунде құндақ бала бар. Сәкенлерінің айтқанына көре олар мында чоқ вақыттан берлі яшай ве евлеріне керекли весихалары бар. При Украине мы тоже жили более-менее. С приходом в Россию мы исчезли из всех документов. Елена Иванниковаға бу Эвана бабасындан қалды. Оларға Совет үкіметі заманында Арбишев аханеде çalışқаны үшін дәреде яшамақ үшін ордер берілген. Қырым işgal етілген сон бу одаларға Кремльнің мұдафа нәзірлігі көз ташлады. Сәкенлерге бу дәрелер еріне бірде-бір мескен теклиф етмеділер. Оларға евлерден тек шықмақ ультиматумны сеслендірділер. Они считают, что здесь сараи, что мы здесь живем незаконно, что мы просто шли и решили здесь вдруг пожить. Они нас отсюда выгоняют, они прям так на суде, их представитель, их юрист, так прям на суде и заявлял. Тот санаторий там, та территория, она работает всегда круглогодично, наша территория не работает уже много лет. Территория готовится под застройку. Евлер Арбишев аханесінен бір сынара мұдафа нәзірлігі оларны өз незаретіне алмаға істей. Инсанлар нәзірлік оларның евлері тұрған топрақ бойынша азырлаған весихаларны сақты дейлер. Головы Семейского поссовета Николая Григорьевича Макаренко никаких действий по выдаче государственного акта военному санаторию произведено Семейским поссоветом не было. Мало того, по факту подделки документов Семейский поссовет подавал в следственные органы представление о возбуждении уголовного дела. Бу инсанлар 2014 сенесі Крым işгаліне қуваны Пруссия үкіметі тікленгеніне авес олғаныны сақламалар. Я сам и на блокпостах стоял, и принимал участие в митинге в Ялте за Россию. Ама işgalчы үкіметі гүзел денешмелер олачақ деп, вады еткенлеріне бақмадан керчеклешмеді. Енді инсанлар не ерде яшачағыны да білмелер. Кеченлері бу инсанларға суыны да кестілер, Русияның махкемелерінде де адалетны беклемелер. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР. Қырымға Мичиган гриппі келе ойвелсі олған грипплерге көре баяғы хафлыдыр. Бұл вирус хаста олған инсандан кече біле. Екімлер айтқанына көре шымдылық бұл грипп иле хасталанғанлар чоқ дегел, ләкен декабрь айына қадар бұл гриппнен үшінші Қырым сәкені хасталана біле. Беден сижағы көтерілсе, баш ағырсы Қусов олса екімлерге мұражат етмеге тепсі етелер. Он изменен в антигенной структуре. Это новый антигенный вид. И к нему, конечно, иммунитет у населения, у большинства еще не выработался. И поэтому по прогнозу, как любой грипп протекает тяжело, грипп H1N1 протекает еще более тяжело. Ато аланында 4 Украин арбесі елек олды. Учы яраланды. Ато штабы тарқатқан малыматқа көре күн девамында сепаратист күчлері пек фаал олмаған. Ләкен атышулар нәтижесінде екі арби Мариуполь йөнелішілінде елек олған, Донецк йөнелішінде есе екі арби белі олмаған, алетте патылған. Учы яраланған. На жаль, у результаті обстрілів на Маріупольському напрямку двоє наших військовослужбовців отримали поранення несумісні з життям. Ще двоє бійців отримали поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку. Украина Акимиетове Саакашвили арасында кенеде дава баш прокурор рух новых сил фархасынан лидері Михаил Саакашвиліні Девлет Авдаруловына азырлағаны да қабатлап, оны сургун етмек үшін себеплер етерледерді. Гүржистанның сабық президенті бұл интихам деп айта. Яқын вақытта юқары шырауғынде наразылық көстергенлерге қошылмаға азырылғанын білдірді. Егерім егит веселя. Украина баш прокурорының білдіргеніне көре, бөле тақымынан рух новых сил фирқасының лидері Украинада Девлет Авдаруловны азырла екен. Луценко Эмин Саакашвили Одесса вилаятының ел басшысы олғанына вақыт. Саме вони з нарізною, в тому числі зброєю, охороняють Саакашвілі, перебувають у таборі і планують цей силовий переворот. Це не пройде. Ні українські громадяни, ні тим більше заїжджі гастролери. Украина миграцион хызметі баш прокурор хатырлаған Гүржистан ватандашлары сүргін етіп башлады. Учу енді ватанына yol алды. Бір ақында мұхбірлерімізге Юрий Луценконың матбуат катибі Лариса Сарган тариф етті. Людину, яку видворили, у неї був термін 10 років засудження. То це яка людина? І за що вона була засуджена?
Чи можна сказати, що вона діяч культури? Ні, звичайно. Михаил Саакашвилинин савдашы Давид Сакваралидзе айтқанына көре, сүргін етілген инсанлар Саакашвилинен берабер яңы Украинаны құрмаға келген. За тяжелое уголовное, особо тяжелое уголовное преступление, за попытку или подготовку государственного переворота, Юрий Витальевич Луценко применяет депортацию. Не допросив даже ни одного из них, взяли и депортировали. Это стыдно, я думаю, это стыдно. Это очень низко, это мафиозный поступок, но это ни в коем образом не остановит тот процесс или не поменяет мнение украинцев о Порошенко и его окружении. Хакимиятының интиқамы более шекілде Саакашвили баш прокурорының биянатыны изатлады. О айтқанына көре юқары шура аугунде олған файлер уджум етмеге дегілді олардың талапларыны еріне кетірмеге чағыра екен. Саакашвили эмин, оны Гурджистанда башлатылған Джинаидова бойынша ватанына йолажа қолалар. Я у них застрял в горле. Они хотят депортировать меня, экстрадировать к грузинскому русскому олигарху Иванишвили, который поручил это задание от Владимира Путина. Об этом Путин заявлял неоднократно публично. Об этом Медведев заявлял неоднократно публично. Против меня в Грузии дело возбудили только после того, как я приехал, стал на Майдане тут. Гурджистанның сабық президенті яқын вақытта юқары шура аугынде наразылық көстергенлерге қошылмаға ишандыра. Айтқанына көре анда текленген чадырда яшажақ екен. Риана Алиева, Людмила Гарпинич, Дарина Иванютенко, Заман, АТР. Киевнің Святошинск махкемесінде сабадан берілі ООН лидері Михаил Кахановскийге сыңырланып усылына белгілемектелер. Полиция сабадан күчнен махкеме бинасыны бошатты. Силялы құветлерінің хадимлері ООН әрекетінің тарафдарларына қаршы көз кесежі газве күч қоланған. Кахановский тарафдарлары оны азат етмеге талап еттілер. Гежесі фааллер махкеме бинасыны запт етіп баррикадалар яптылар. Сабадан силялы уджум башланды. Тапсилатлы жайлевқамызда тариф етілі. Поліція б'є людей, пшикає людей балончиком прямо в приміщенні залі суду. Сындырылған жам, авдарылған мефрошат ветола. Айны боле алда бұл геже Киев шәріндегі Святошинск вилаетінің махкеме залы бұлынмақта. Бөлі әрекетлерінен яқаланған Николай Кахановскийның тарадашлары махкеме залыны блок еттілер. Махкеме қарарының чықарылуын ярынға кечірілі. Активистлер ООН адлы миллиар рекетінің yol başçısını СИЗОға алып кетуіні істемейлер. Тиск апаратури, там журналісти кричали, хтось з журналістів кричав, там не бийте, апаратура. Просто про що це говорить? Про те, що був наказ просто бити і абсолютно не розбиратись, хто там що. Саба муафиз вақыты екінленді. Бұна көре Кахановскийны ебермеге кереклер. Активистлер махкеме залына ичерден кірішіні қапаталар. Саба есе полис хадимлері бұл әрекетлерге көре инсанлар қаршысына газны қоланалар. Николай Кахановскийді зарар ала. Медики, які приїхали оглядати Коханівського, встановили, що його стан потребує негайного медичного, будемо казати так, дослідження для встановлення діагнозу, оскільки в нього є візуально побої на голові, на обличчі. Кахановскийны хастаханеге алып кеттілер. Тахменен 30-ге яқын активистіні вебір журналистіні полис хадимлері яқаладылар. Оларны Шевченковский вилаетінің полис адаресіне алып кеттілер. Униан хабер агентлігінің мұғбирінің біліргеніне көре, оны бір қачкере ұрдылар. Журналист өзіні танытқанына бақмаздан полис хадимлері ондан весиқаларны алып ташладылар. Біраздан мұғбирден афу сорап еберділер. Сьогодні в 10 годин ранку мною була дана команда розблокувати шляхом фізичного застосування спецпідрозділів поліції, що було здійснено на протязі декількох хвилин. Найбільш активні учасники правопорушення, я думаю, будуть затримані по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Николай Кахановский яраланған себебі еле махкеме отырышыны саат 15-ке кечірділер. ООН адлы батальонын команданын Николай Кахановский батальонын аскері Руслан Качмаловның арасында Атышов Веко Теклешеву олған сон 21 октябрь Академгородок адлы метро станциясында яқаланды.
Николай Кахановскийның білдіргеніне көре Буатышев Академгородок адлы станция янында ерлешкен ятақханеден инсанларны мечбури алда evlerden кувханлары себебі иле олды. Шымды о полисте булынмақта. Відома особа епатажно поводить себе на вулицях столиці, влаштувала бійку, яка закінчилася стріляниною. Буде притягатися до відповідальності. Mahkeme залында тәртіпсізлік әрекетлері етілгені үшін полис хадимлері 194 статья бойынша жинайы ішіні açtı. Егер олар қабатлы олғанларыны избатласалар, оларға 5 ел апыс вақты берілежек. Риана Алиева, Маргарита Потапова, Людмила Гарпинич, Заман, АТР. Украина президенті Петро Порошенко мемлекетте олған мұзбет деңішмелерінен мемнун олмағанларыны зырадафил деп адландырды. Бұл сырада упадылды Рошен шirketi айырған параға яңылатылған театр бинасыны тенқид еткенлеріні мисал оларақ кетірді. Звичайно, що в країні є зрадофіли. Як кажуть українське прислів'я, яким і тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть. Вони і тут знаходять приводи для печалі. І дороги криві, і мости короткі, і театри в історичний пейзаж не вписуються. Звичайно, крутіше було би побудувати космодром для міжгалактичних польотів, а не завод з виробництва упаковки. Австрияда сайланған яңа баш назир коалицияға Русия достарына чағырды. Алмания канцлері есе Русия тарафдарлары олған фырқа азаларына акиметті көрмеге біле істемей. Русияда есе президент вазифесіне намзет Ксения Собчак Русиялерге Қырым Украина территориясы деп аңлата. О бірінші кере намзет оларақ матбуат конференциясына кечірді. Крым бу Украина деп білдірді Ксения Собчак. ООЗ-нын намзетіні Русия президенті вазифесіне теклиф ете. Вейайны бу себептен бүгін бірінші матбуат конференцияны кечірді. Журналистлерінден бірі Крым статусы бойынша суаль берді. На конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Бұндан да ғайры Собчак Кремльге талапларыны сеслендірді. Ксения Собчак бүтін мабыслеріні ебермеге чағырды. Матбуат конференция девамында Собчак Салявалды штабының ребері, НТВ телеканалының мейданға кетіргенлерінден бірі Борис Ельциннің 96-й сенесі Салявалды штабының юлбашчысы Игорь Малашенконы тақдим етті. Дүнияда ең яш сайылған Австрия кемиетінің башы 31 яшындаки Себастьян Курц сақ тарафдары фирқасына идаре еткен коалицияға кірмеге теклиф етті. Курцның фирқасы веонын тарафдарларыны Кремльнің достлары деп адландыралар. Олар бір қачкері Русияге қаршы көрсетілген санкцияларыны ләғу етмеге теклиф еткен еді. Бұнымен берабер ишғал олынған Қырымны зиярет еттілер. Бұндан евел Кремльге қаршы қол тұтқан фирқа ве Единая Россия фирқасы арасында иждешлік анлашмалары қабыл етілген еді. Курцның білдіргеніне көре, эки фирқаның ноқтай назары бірі-біріне бендей. Хусусан бергілерінің эксілмесі ве миграцион қызметі незарет етілі вадыр. Ама бөле бірлешме тек бір усулнен тетіп етілежек. Яны үкімет Авропа бірлігінің теркебінде Австрияның инкшафыны талап етежек. Базова умова для мене – це чітка проєвропейська орієнтація. Австрія може бути сильною тільки якщо ми будемо не лише звичайним членом ЄС, а якщо ми будемо активно працювати, аби зробити ЄС більш потужним. Тим більше, що в другій половині 2018 року Австрія буде головувати в Євросоюзі. Себастьян Курц 27 яшында олғаны вақыт Австрияның тыш ишлері назиры вазифесіні бежіреді. Шымды о 31 яшында олып Австрияда кечкен парламент сайлауларында ғалибе қазанды ве акимиет башы олacak. Алманияда Русияның достларыны коалицияға алмажақлар. Бундестаг яны теркіпте бірінші топлашуыны кечірді. Сол тарафта ве мерkezде отырған депутатлар Алманияның денішмелері адлы сақ тарафдарлары янында отырмаға истемелер. Бұл фирқаны Русияге қол тұтқан фирқа деп саялар. Фирқа парламент сайлауларында ғалибе қазанғаны үшін Алманияда бір sıra наразылық акциялар кечті. Депутатлар өзіне ер қыдырғаны үшін топлашуының башланмасы кешке қалды. Алмания канцлері Ангела Меркель
келін фирқасында сабық малия назиры Вольфган Шойбле тайынленді. Канцлер ise енді социал-демократик ешілер ве либерал фирқаларындан коалицияны тізмек үшін музакерелер кечіре. Риана Алиева, Людмила Иванова, Заман, АТР. Бұл ноқтада нетеже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Дайыма АТР-лі олыңыз көрішкенже.